есіміңіз? Мөлдір. Мөлдір, сіздікі? Қош. Сіздер қай жерде жұмыс істейсіз? Мына Луксмартта пекарняда істеймін. Пекарняда істейсіз? Фармоопшыцта істеймін, сонда 2 күн істеп, 2 күн үй жоғам, қазір отпускідемін. Бізде доход сол күйеуімнің инвалидісі, сосын балалардың жәрдемақысы, сосын АСП-дан 30-40 мыңға өтем ай сайын. Содан кейін жаңа 140 мың зарплата болды, басқа доход жоқ. Примерно 240 ясы болады. Сондай болады. Иә, ұлдарым сұрайды, қашан бізде үй болады, осында қашан тұрамыз. Кішкентай қызым этаж үйлерді көргенде айтады, біздің қашан осындай үйіміз болады. Сол кезде қиын. Кім сұрайды? 7 жаста қызым бар. Сол домның қыздармен ойнап келеді. Сол кезде ана Алтай деген домға көшсек қой. Сол сіздер келеді дегенде сол домға көшіре ма деп. Сөйтіп сұрақ қояды. Үйіміз болса, балаларымыз сонда ойнап күліп жүрсе, одан басқа арман жоқ. Осыларды аяққа тұрғызып, оқытып, каждый день аяққа тұрғызсам болды, басқа арман жоқ. Осы 7-8 жылдан бері жолдасым аяққа тұрып кетсе екен деп тіледім. Қазір енді осыған да шүкір деп, қасымда балаларымды қарап отқанына деп. Осыған шүкіршілік етем, басқа ештеңе. Мен неге саған звондадым, бәрі семьяң бүкіл связьда болсын деп. Енді саған ең біріншіден айтайын, сен келгенде жаңа үйге келесің. Алла жазса, үйлі болдыңыздар сіздер. Құтты болсын сіздерге. Құтты болсын. Құттықтаңыздар бір-біріңізді. Ана Бергел Батыр. Келдіңіз? Түсінбей жатсың ба? Экатон деген компания сіздерге үй беріп жатыр. Үйлі болдыңыздар, Алла жазса 12 миллионға үйді іздеңіздер. Асар өмір қорына сіздерге мыңда бір алғысым шексіз. Экатон деген компанияға да мың алғысымды. Осылай бізді қуантып, қуанышымыздыға қуантып атқандарыңызға, осы өмірде барлық сіздерге, осы Алла Тағала бізге үй нәсіп еткеніне мыңда бір рахмет. Біз бұндай қуаныш күн туады деп күтпеген едік.